Assalamualaikum YouTube көрермендері. Менің есімім Нахан Бекзат. Бүгінгі тақырыбымыз қойларда кездесетін тентек ауруы. Тентек ауруы дегеніміз не? Ол неден пайда болады? Оның белгілері, одан қалай сақтанамыз? Емдік жолдары. Тентек ауруы яғни жылауық құрт деген құрттың әсерінен қоздыруынан пайда болады. Ол жылауық құрттың пайда болуы, яғни бізде ит, қасқыр, түлкі немесе тағы да басқа ет көрікті жануарлардың нәжісі арқылы таралады. Ол тентек ауруының белгісі: қой үркеді, аспанға қарап бір көзі көрмейді, алдыңғы аяғы басыңқырамай әлсіз басады, және де бір жағына қарай шыр көбелек айналып өзінің оғаш қылықтарын жасайды. Одан қалай сақтанамыз? Құртсыздандыру арқылы сақтануға болады. Құртсыздандыруда мысалы бір итті алайық, және де ол итті құртсыздандырамыз. Көбінесе бір сұрақтар қойылып жатады: біз құртсыздандырып жатырмыз, неге тентек ауруы жойылмай жатыр дейді. Мынандай жағдайларда істесе, яғни осындай жағдайларды істесе, тентек ауруы жойылатын болады. Біріншіден, итті қораға ұстаймыз 5 күн немесе 1 апта. Әр 3 ай сайын құртсыздандырамыз. Оның тезегін алып, оны жерге тастамай өртеп жібереміз. Әр 3 ай сайын осыны жасап тұратын болсақ, итте құрт болмайды. Ал екінші құртсыздандыруға келетін болсақ, бұл қойды құртсыздандырамыз. 3 айлыққа толған қозыны құртсыздандырамыз. Яғни көбінесе 3 айлық қозыларда жүреді. 3 айлықтан бастайды. Бұл құртсыздандырудың көктемнен күзге дейін жалғасады. Әрбір 3 ай сайын құртсыздандырып отыратын болса, құртсыздандыру процесінен жаңағы тентек ауруы жойылады. Осы бір ескеретін жағдай: біз көбінесе малды соямыздағын оның басын итке береміз. Бұл болмайды. Себебі итке беретін болса, біз тентек ауруының қайталануына себепші боламыз. Ол ит бас сүйекті жегеннен кейін ол бас сүйектегі құрт қайтадан асқазанға өтіп, нәжісі арқылы малдарға қайтадан таралатын болады. Тентек ауруына емдік препараттар бар. Келмицид деген порошок болады. Оның 2 шай қасығын жаңағы қойдың аузына саламыз. Және каленолды 1 грамм тірі салмақта 10 килограммға салатын боламыз. Ірі малда қойларға 50 килограммға 5 грамм саламыз, ал жас қозы тоқтыларға 50 килограммға 3 грамм салатын боламыз. Осындай процестерді жүргізетін болсақ, алдағы уақытта тентек ауруының болдырмауына себепші боласыз. Егер видео ұнаса, лайк басыңыз, подписать етіңіз.